Қазақстанның газ өнеркәсібінің дамуы жақында ғана өткен ғасырдың 70-ші жылдары дами бастады десе де болады. 1981 жылғы қазақ совет энциклопедиясында былай делінген: табиғи газдың көптеген өнеркәсіптік қорының болуы, оны пайдаланудың жоғары тиімділігі мен салыстырмалы түрдегі төмен капитал сыйымдылығы қысқа мерзімде республиканың отандық баланс құрылымын газға қарай өзгертуге мүмкіндік туғызады. Қазақстанда газ өнеркәсібінің даму болашағы зор. КСРО-да бірегей халық шаруашылығы кешенін құру Қазақстанның аумағында Бұхар, Орал, Орталық Азия, Орталық және Бұхара, Ташкент, Фрунзе, Алматы ірі магистральдық газ құбырларын салуға себеп болды. Олар бойынша осы уақытқа дейін тұтынушыларға көгілдір отын жеткізілуде. Бірегей газ тасымалдау жүйесі орталықтан басқарылды. Республикада негізгі басқаруды Қазпасгаз жүзеге асырды. Түркмен мен өзбек газын Қазақстан аумағы бойынша солтүстікке жеткізу керек болды. Магистральды газ құбырлары қазақстандық көмірсутегінің негізгі кен орындары орналасқан Қазақстанның батыс өңірлері бойынша жобаланып өткізілгендігін атап өткен жөн. Қазақстанның тәуелсіздік алуымен бірге газ тасымалдау жүйесінің магистральдық жүйесін басқарумен Қазақгаз отандық мемлекеттік құрылымы айналысты. Алайда тиімді шаруашылық ету, жедел жұмыс жасау және желілерді жарамды күйінде ұстау үшін ғана емес, оларды дамыту үшін де күрделі салымдарды талап етті. Қазақгаз қалыптасқан жағдайға байланысты осы проблемаларды шеше алмады да үкімет деңгейінде шетелдік инвестор IT шотқарына компания құрды. Интеграз Орталық Азия және монополист Алматы Power Consolidated. Сонымен бірге концессионердің пайда болуымен елімізде газдың тұтынылуы күрт төмендейді. Өйткені инвестор өздерінің ішкі резервтерінен газ жеткізілімімен емес, оны тасымалдаумен ғана айналысты. Тұтынушылар үшін бұл беріліп отырған газ бен электр энергиясы бағасының көтерілуін білдірді. Әлеуметтік қорғауға үйренген тұтынушылар жалақысын уақытылы алмағанына байланысты ақы төлемегені үшін, сондай-ақ жеткізушілер мен соттық дау-дамайлар үшін жылу және электр жабдықтауды өшіріп тастауға ұшырады. 3 жыл бойына оңтүстік қалалар газ бен жылудың жетіспеуіне айтарлықтай зардап шекті. Осыған куә болғандардың айтуы бойынша суықтан тоңған халық саябақтардағы ағаштарды шаба бастаған. Алматыда наразылық митингілері өтетін болды. Әсіресе зейнеткерлердің ұрпақ қозғалысы ерекше көзге түсті. 2000 жылдың ақпан айында Қазтрансойл ұлттық газ тасымалдау компаниясы Қазтрансгаз еншілес құрылымын құрды. Ол Интеграз Орталық Азия компаниясына акцияларының 100%-на ие болды. Қазтрансгазға еліміз бен әлемде мемлекеттің газ рыногының мүдделерін білдіру міндеті артылған. Компания магистралды газ құбырлары бойынша табиғи газ тасымалдауды басқарады. Ішкі және сыртқы рыноктарда газды сатумен айналысады. Құбырлар мен газ қоймаларын әзірлейді, қаржыландырады, салады және пайдаланады. Еліміздің газ нарығында болған 3 жылдың ішінде айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді.